Qanot duoсын өттік, а? Ау? Жақсы. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Seyyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azayq qopsizlar var. Namazды несін, намазды толығымен қалай оқитын өтіп шықтық. Сосын үтір намазын өттік. Үтір намазында неше рекат дедік? 3 рекатта бір сәлем беріп аяқтаймыз. Үшеуінде де қосымша сүрелер оқылады. Фатихамен қоса. Құнут дұғасын қай кезде оқимыз дедік? 3 рекатында. Жақсы. Валайса фи шейин мина салават қираатун суратин биайниха ла юджзи ойруха ва юкраху ан яттахиза суратан биайниха ли салатин ла яқрау фиха ойруха. Так, бұны өтпедігі сүрені белгілеп алуға болмайды деп. Өттігі оны. Неші? Мұна неге келіп тоқтатып қойдым. Адна ма юджзи минал қираати фиссала ма ятанавалуху исмул Qur'an инда би Ханифа ва қала Абу Юсуф ва Мухаммад ла юджзиу ақаллу мин саласа аятин қисар ау аятин тауила. Парызы, Құран оқудың парыз мөлшері. Қаншалықты дедік, басында аятта бір аят дедік. Енді бұланы басқа кітаптарда бір аят, ең кемінде бір аят Абу Ханифаның пікірінше десе, мін жерде айтады, Құран атаулы болған нәрсе болса болды деп отыр, Абу Ханифаның пікірінше. Яғни Құран атаулы жарты аят бола ма, әйтеуір Құраннан болған бір нәрсе дейді. Ал Абу Юсуф пен Мухаммад айтады, қысқа 3 аят кемінде дейді. Кемінде қысқа 3 аят болу керек, немесе ұзын бір аят болу керек деп отыр. Яғни бір аят болады, бірақ үлкенірек, ұзынырақ болса деп отыр да. Қысқа болса 3 аят. Бұл Мухаммад пен Абу Юсуфтың пікірі, ал Абу Ханифаның пікірі, ол қандай да Құраннан бір жарты аят болса да, әйтеуір Құраннан бір нәрсе оқып қойсан жетеді деп жатыр да. Өйткені Абу Ханифа неге сүйенеді? Фақрау ма таяссара минал Qur'an деген аят бар. Шамаларын келгенін оқыңдар деген. Түсінікті, басында айттық, дәлелдер 2 түрлі болады дедік. Сол қатғи кескінді дәлелге сол аяттан шығарды, шамаларын келгенін оқыңдар дегені, ол қандай Құранның бір бөлігі болса да, басында бір аят дедік, ең кемінде. Енді сол Абу Ханифа сол аятқа сүйеніп, шамасы келген қандай да бір Құран атаулы болса болды дейді. Құраннан бір ойдан тоқып жүрмесе болды, Құраннан бір бөлігін оқып қойса болды деп отыр. Шәкірттеріне жоқ, қысқа 3 аят, бұл парызы, немесе ұзын бір аят деді. Ал Фатиханы оқумен не істе дедік? Қосымша сүре, ол уәжіп дедік. Өйткені ла салата лиман лам яқра би фатихатил китаб деген хадис, Фатиханы оқымаған адамның намаз емес деген хадис, ол хабарлы ахат, төменгі дәрежеде. Ол Құранның дәрежесіне жетпей қалғандықтан, Құранның шамасы жететін ол жаңағы бір аяттың көлемінде болса, парыз десек, ал мынау төменгі дәрежедегі мынаның дәрежесіне жетпей қалғандықтан, бұдан уәжіп деп бекітті Абу Ханифа. Сондықтан Фатиха сүресін оқу менен қосымша сүре оқу бізде уәжіп. Яғни қандай да бір аят біліп, басқа еш нәрсе білмей бір аятпен намаз оқып жүрген болса, намаз, бірақ намазыңыз кемшілікпен болып отыр. Уәжіпті тастап қойып отыр. Саху сәждесін өтеу керек. Түсінікті? Яғни ажыратып білу керек бізді. Бұл деген уәжіп болса оқымай-ақ қой, оқымауға болады деген сөз емес. Үкімін білгеніміз дұрыс болады. Өйткені жаңағыдай бір сізге кеп бір ақсақал кеп сұрайтын болса, Құран жаттай алмай жүрмін.
намаз бастағың келіп еді, бірақ Құран жаттай алмай жүрмін десең, сен Фатиханы оқымай, 4-5 сүрені жаттамай, оқи алмайсың десең, ол жаттай алмай солай өмірден өтіп кетуі мүмкін. Құран жаттай алмай, намазға да жығылмай, бастамай кетіп қалуы мүмкін. Ал Ханафи мазхабы бойынша жоқ дегенде бір аятты білесіз бе? Альхамдулиллахи раббил аламинді бәрі біледі. Болды, сонымен намаз оқи беріңіз. Бірақ намазыңыз Фатиханы оқымағандықтан, кемшілікпен болып жатқандықтан сәху сәждесін өте қойыңыз деп үйретеміз. 2 рет сәху сәждесін. Содан кейін не? Аллах Тағала Құранда айтады: инна солата танха анил фахшаил мункар дейді. Намаз адамды жаман нәрседен қайтарады деді. Яғни тәрбиелеп қояды намаз. Намаз тәрбиелейді дегені, адам намаз оқи бастағанда бірден өз-өзін тыя бастайды екен. Темекі шегуге болмайды, намаз оқып жүрмін ғой. Жеңіл жүріске болмайды, намаз оқып жүрмін. Содан жұмаға келеді, намаз оқи бастайды. Басқа ақсақалдар фатихамен оқып жүргенде, ол уже не өзі үшін кейін жақсылықты жарысындар деген, ол уже не бір аятпен оқып жүргеніне адам уже ыңғайсызданып тезірек жаттап алады. Намазды бастап кетсе болды, адам өз-өзін тез тәрбиелеп қояды екен. Өзі намаз оқып жүрген адамдарды байқасаңыздар, тез өзгеріп кетеді. Неге? Адам өз-өзін намаз себепті тез тәрбиеленіп қалады екен адам. Уәлә яқраул муътам халфал имам. Имамның артындағы тұрған адам Құран оқымайды. Имам оқып жатқан кезінде, алғашқы 2 рекағатта мысалы, имам оқып жатқан кезінде артындағы адам Құран оқымайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар: "Ман кана лаху имам фақираатуху лаху қираа" деген. Кімнің имамы болған болса, яғни сен біреуге ұйыған болсан, сенің имамының оқығаны саған да оқыған болып қирағат болып есептеледі деп жатыр. Яғни оқымайсың деген сөз. Және фаиза қуриял Құрану фанситу деген аят бар. Құран оқылған кезінде жым болыңдар деген. Ол аяттың әсбабы нүзул дейді, сәбәбі нүзул. Ол аят қай кезде, не үшін түсті десе, сахабилар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям артында қосылып Құран оқиды екен. Басында қосылып Құран оққанда, сол кезінде осы аят түскен дейді. Құран оқылған кезінде жым тұрыңдар деп айтты дейді Аллах Тағала. Ол басқа кезде емес. Кейбір басқа нелер, басқа бір топ, басқа мазғап нелері, оны не? Басқа кезде айтылды. Басқа кезде Құран оқылып жатса тыңдау керек деген мағынада болса, жоқ, себебіне қарайық дейді. Дәл намазда Құран оқып, жарысып Құран оқығандықтан түскен жоқ па? Демек, намаздың ішінде Құран оқылған кезінде арттағы адамдар үндемей тұру керек деген үкім шығарды. Түсінікті? Сондықтан ана хадисте бар, аятта бар. Имамға ұйыған болсақ, біз имамның артынан имам оқыған кезінде біз үндемей тұрамыз. Яғни біз имамға ұйыдық па, имамның оқығаны бізге оқыған болып есептелінеді. وَمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرِهِ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّتَيْنِ نِيَّةُ الصَّلَاةِ وَنِيَّةُ الْمُتَابَعَةِ. Енді сіз біреудің артына, имамның артына ұйитын болсаңыз, сіз 2 түрлі ниетке мұқтажсыз дейді. Қандай намаз оқиын деп жатсыз? Соған ниет қыласыз. Және үйдім осы имамға деген ниет болу керек дейді. Өйткені сіз соның намазына кіріп жатсыз. وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. Жамағатпен қосылып оқу бұл бекітілген сүннет. Сондықтан пайғамбарымыз шығып оққан жамағатпен, соның сыртында сөзбен тағы бекіткен. Оны істеу керектігін. Яғни қатты айтқан жерлері бар, қызықтырып айтқан жерлері бар. Мысалы, қатты айтқан жері жанында тұрып, азан естіп тұрып, мешітке келмегеннен үйін өртеңдер деген қатты айтқаны бар. Мағынасына қарасақ, бір парыздықты білдіреді. Бірақ басқа нелері бар, басқа хадистер бар, барлығын ғалымдар жинастырып келген кезінде уәжіп немесе парыз деген дәрежеге көтеріле алмай қалып жатыр. Өйткені бір хадис былай айтса, бір хадис былай айтып жатыр. Содан фақих ғалымдар сол себепті де фақих осы дәлелдерді бәрін бір-біріне қарама-қайшы келетіндерін, бәрін былай айтқанда бір-біріне қарама-қайшы келетіндерін бүкіл фильтрдан өткізіп, іріктеп,
қорытынды не шығара білген де ғалымдар. Сол кезінде бұл жамағатқа қатысу сүннет, бекітілген сүннет екенін сөйтіп бекітті. Яғни бекітілген сүннет. وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة فإن تساووا فأقرأهم. Енді имамдыққа шығуға. Жақсы, мына ресми бекітілген имам бар, иә? Ол имам бекітілген, діни басқармадан бекітілген имам болып тұрған болса, бұл талас жоқ. Енді имам жоқ. Өзіміз оқиын деп жатырмыз. Немесе үйде оқиын деп жатырмыз. Имамдыққа шығуға кім лайықты дейді? Құранды көп жаттаған ба, ілімді ма? Абу Ханифа айтады, а'ламухум бис-сунна дейді. Шариғатты көбірек білген. Хадисте не дейді? Хадисте Құранды жақсы оқитындарын, Құранды көбірек білетіндерін деп жатыр. Хадисте. Абу Ханифа жоқ, ол екінші дәрежеде. Ең бірінші шариғатты, сүннетті жақсы білетін адам деді. Неге? Өйткені бұл муштахид ғалым, иштихад қылып жатыр. Өйткені пайғамбарымыздың заманында сахабилердің барлығы пайғамбарымыздан бірдей естіп жүрді ғой хадистерді. Ілімдері, шариғат жағынан ілімдері тең дейді. Сондықтан оның ішінде Құранды жақсы оқитындарын шықсы деп айтты дейді. Өйткені Құранды жақсы оқитын адам шариғатты білмесе, қауіп қатер болуы мүмкін намазда. Ұстазымыз айтады, Саныспай ұстаз, Өзбекстанда сондай жағдай болды дейді. Қари жігітті имамдыққа шығарып жүреді ғой, имам қареке деп. Сөйтсе фиқтан білмейді. Намазды бұзатын нәрселер, намазын жағаны парыз, бұзатын нәрселерін оқымаған ғой, тек Құран жаттаған. Сөйтіп намаздан кейін 2 рекағат, 2-не сәжде қылды дейді. Сәху сәждесін. Сосын арттан ұстаздар сұрады дейді, неге сәху сәждесін қылды? Намазда қателік болмады ғой десе, аздап ауа шығып кетті деп айтады дейді. Түсінікті ме? Яғни Құранды толық жаттап алды деген сөз, шариғатты түгел ішіп алды деген сөз емес. Сондықтан Абу Ханифа айтып жатыр, ең бірінші шариғатты, намазды бұзатын нәрселер, намаздың парыз, намаз қалай орындалады, соны білу керек бірінші дейді. Ол мүмкін денесінде нәжас бар шығар. Намаз оқытқан жері нәжас шығар. Оны білмеген адам солай оқыды, имамның намазы бұзылды ма, бүкіл жамағаттың намазы бұзылды. Сондықтан оның қарилығынан ешқандай пайда болмай қалады намазға. Сондықтан Абу Ханифа иштихад қылып жатыр. Неге пайғамбарымыз Құранды жақсырақ оқитын дегені, өйткені сахабалар ілім жағынан тең болды дейді, бірге жүрген сахабалар. Сондықтан оларға Құранды жақсы оқитын шығарды дейді, шығындар деп айтты. Сондықтан Абу Ханифа айтады, а'ламухум бис-сунна дейді, шариғат жақсырақ білгендерін. Енді бір медреседе, немесе осындай бір ұстаздан сабақ алып жүрсіздер, шариғаттан ілімдеріңіз бірдей дейік. Сол кезінде бар. Шариғат жағынан бір медреседе, мысалы, тең дейік бүкіл балалар. Сол кезінде барып Құран жақсы оқитын шығады. Түсінікті ме? Шариғат жағынан бірдей болғанда барып Құран жақсы оқитын. Енді Құран қарилердің несінде дейік? Қарилердің медресесінде бәрі Құраны бірдей дейік мысалы. Құран оқу жағынан бірдей болса, ол кезінде кім шығады дейді? Аурағухум дейді, тақуалырағы дейді. Тақуалықта тең болсашы. Сол кезінде барып, фәәсәннухум дейді, үлкенірегі. Жас үлкенірегі. Енді о жағынан бәрі бірдей болмауы мүмкін. Енді басқа кітаптарда тіптіне соңында өзі жасы да бірдей болса, жүзі сұлурағы деп те айтқан да. Түрі әдемілеуі деп. Енді ол түріне келген кезінде адам бәрі де бірдей болуы мүмкін емес та. Бала шағасы көп онdan шықпай үйленген деген. Ол шариғат жағымен есептеледі, бұл жер дүние жағымен емес. Ва юкраху тақдимул абди вал а'раби вал фасиқ вал а'ма ва валад зина фа ин тақаддаму джаз. Макрух
яғни шықпаған дұрыс имамдыққа, құл адам дейді. Енді қазіргі күнде құл жоқ, жақсы. Ағраби дегеніміз арабтарда екі түрлі, арабтар дейді да, арабтарға шығуға, яғни бұл ағраби деп бөлінеді атаулары. Екеуінде мағынасы бір арабтар, көпше түрі да, немесе араби, бір араб дегеніміз. Араби дегеннің мағынасы бұл арабтарда, жаңағы араби десе қаланың сауатты арабын айтса, ағраби деп сауатсыз адамды айтады да, оларды бәдәуи деген секілді. Малмен, өмір бойы малмен жүрген, ілімі жоқ, оларға ағраби дейді. Құранда да келеді, Хужурат сүресінде, «Қалатил ағраб» деп айқайлап, Мұхаммад шық деп үйдің алдынан емес артынан келіп алды дейді. Пайғамбарымыз ұйықтайтын уақытта әдепсіздікті танытты дейді. Сондай сауатсыз нелерге айтылады. Яғни былай айтқан кезінде сауатты адам тұрып, сауатсыз адамның шығуына мәкрух деп жатыр да. Пасықтың шыққаны мәкрух дейді. Пасық дегеніміз шариғатта иман келтірген мұсылман, бірақ харам жасап жүрді. Зина жасай береді, ұрлық жасай береді. Емін еркін харам жасап жүрген, арақ ішіп қояды арасында, мысалы намаз оқып жүреді, бірақ жаңағыдай күнәға барып қойып. Яғни сондай иман келтіріп, ол намаз оқи ма, намаз оқымай ма, күнә жасап қоя ма, әйтеуір шариғатта тыйым салынған нәрсені істеп жүрген мұсылманға фасиқ дейді, пасық. Сондай адамға не дейді? Имамдыққа шығуға мәкрух. Сол секілді көзі көрмейтін адам. Көзі көрмейтін адамға имамдыққа шығуға мәкрух. Неге дейді? Өйткені денесінде нәжас болып қалуы мүмкін, намаз оқитын жерде нәжас болуы мүмкін, көрмей қалуы мүмкін дейді. Сақтық үшін. Сол секілді уәләді зина. Уәләді зина дегеніміз зинадан туылған, некесіз туылған. Осы адамдар құл, сауатсыз ағраби дедік, пасық, көз көрмейтін кісі зинадан туылған. Осы 5 түрлі адам мәкрух, бірақ қандай да бір себеппен имамдыққа шыққан болса, намаздар намаз болып есептелінеді. Болады намаздар. Яғни көзі көрмейтін адам имамдыққа шықса, намаз болып есептелінеді. Құлдың имамдыққа шығып кетсе, намаз болып есептелінеді. Бірақ мәкрух дейді, мағал караха дейді, бір кемшілікпен болған болып есептелінеді. Ұстаз, бір сұрақ боламын. Мысалы, жаңағы неке көп неде қиылмалы алымы біздің әке-шешеміз нелерінде. Олардан қалай болып кетті мысалы? Некенің шарттары не? Жоқ, неке қиылмады мысалы. Жоқ, некенің шарттары не? Сізге барасың, соның Жоқ, некенің шарттары не? Некенің шарттары? Рүкіні не? Рүкіні бір-ақ нәрсе, екі-ақ нәрсе десек болады. Ижаб қабул, разылық. Екі жақ бір-бірімен разы болып деген ба? Шарт сосын не? Куә болу. Куәлер бар ма? Бар ма? Болды. Мәһр, сыйлық, қалың мал деп қандай да бір сыйлық берген болса, шарттар келе ма? Келе береді. Ал енді жаңағындай мәһр бермей қалса, шарт не болмаса, ол никах фасид дейді. Кейіннен толықтыра беруге болады оны. Кейіннен мәһрді, немесе жаңа куәлерді деген сияқты толықтырып беруге болады. Негізгісі бізде, негізгісі ижаб қабыл, екі жақ разы болса болды. Негізгі основной парыз осы. Қалғандары уже шарттар бер жағында. Имамға лайықты болмайды намазын созып жібермеуі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтарған, яғни ескерту жасаған бір кісіге, бір сахаби түйесін таң намазында қазір тез оқып шыға қоямын деп жібере салады да, қазір тез оқып шыға қоямын ғой деп кірсе, жаңағы имам созып жібереді ғой, өте қатты созып жібереді. Сонда ана кісі түйеден айырылып қалмайын деп намазды бұзып жіберіп, артқа барып тез өзі оқып шығып кетеді да, пайғамбарымызға келіп айтады: осындай намазымды бұзып қойдым,
жамағаттың намазын бұзып кейін өзім жеке оқып алдым, қалай болды дегенде ана имам шақырып алып, мен халықпен тұрған кезінде қатты созбау керек екенін айтады. Өйткені сенің артында зәуил хауайж дейді, қажет иелері болуы мүмкін, ауру адамдар болуы мүмкін, кәрі кісілер болуы мүмкін. Намазды созбауға бұйырады. Ескерту жасайды, имам болған адам қатты созуға, яғни жеке оқысаңыз қалағанша оқи беріңіз. Қанша қалайсыз, сонша оқи беріңіз, жеке оқысаңыз. Әйтеуір уақытынан шығып кетпесе болды, күн шығып кетпесе болды деген секілді. Ал имам болған кезінде лайықты болады созып жібермеу деді. Өйткені артындағы адамдар қиналып тұруы мүмкін, ауырып тұруы мүмкін. Үйтіп соза беретін болсаңыз, кейін жамағат келмей қалады. Бізде Мысырда мен тұрған үйдің жанында Рияд Солихин деген мешіт бар да. Сосын ар жағында Құддус деген мешіт бар. Сол Рияд Солихинда бір сәләфи жігіт үнемі енді қырағаты бәрі жақсы, қари. Бірақ енді жібереді да. 30-35 минутқа дейін тұрасың намазды, әрбір намазды. Жақсы оқиды, бірақ енді не? Сабақ оқу керек, уақыт жетпейді. Өтіп кетесің да ана мешіттен. Арғы мешітке барып оқисың. Арғы мешітте оқып, қайтып келатқанда мыналар әлі оқып жатады. Уже ана мешітке шамалы адам, уже уақыты тығыз адамдар барғысы келмейді да. Лучше арырек мешітке барайық, тез оқып келейік деп. Сондықтан адамның қажеттері болады. Жеке оқығыңыз келсе, оқи беріңіз, еркіңізде, бірақ имам болған жағдайда созып жібермей отырсыз. Ва юкраху линиса ан юсаллина вахдахунна жамаатан. Фа ин фаална вақағат ал-имам осатахунна. Әйел адамдарға еркексіз, ер адамдарсыз, бөлек құр әйел адамдар жамағат болып оқиын десе, онда жамағат болып оқуы макрух дейді Ханафи мазхабында. Ал енді жоқ, жамағатпен оқимыз деп оқыған болса дейді, имамы сол ортасында тұра береді дейді, қатарында. Жоқ, алдыға еркектер ұқсап шықпайды бізде Ханафи мазхабы бойынша. Құр әйел адамдар қалып жамағат болып оқығысы келсе, не? Ортасында тұра береді. Аллаху акбар деп жығылатын болса, солмен белгілі болады да, бірінші жығылуменен имам екенін. Ау? Жоқ, анау тәкбір не жасағанда дауыс береді ғой, өйткені имам болған болса қалай. Сондықтан бізде әйел адамдар жамағат болуы макрух дегені, өйткені пайғамбарымыз әйел адамдарды үйде, әркім өзінің үйінде жеке-жеке оқығаны абзалырақ деді. Мешітке келгеннен гөрі үйде оқығаны, жеке оқығаны оған абзалырақ, сауабы көбірек екенін айтып жатыр. Өйткені Мединеде сондай не фитналар болды, мұнафиқтар болды. Жаңа мешітке келгенде тоңқайып жатып, сәждеге жатқан болып, әйелдерді қарап жататын. Сондай, былай шыққан кезінде жаман оймен келетін адамдар болды, мұнафиқтар. Сондықтан пайғамбарымыз әйел адамдарды не? Үйінде оқығандар абзал, мешітке келіп фитна тудырғаннан гөрі. Сондықтан әйел адамдар үйде оқыған абзал, жұма парыз емес, сондықтан әйел адамдар Аллах Тағала парыз қылмады. Мешітке бәрі топырлап келіп, бір-бірінің көзіне түсіп жүрмес үшін. Яғни сақтық үшін Аллах Тағала үйде оқығандар абзал деп жатыр. Сондықтан жамағат болып оқуы макрух дейді. Анау тіпті Ханафи мазхабында ауру үзір иелері бар ғой, жамағатқа, жұмаға шыға алмағандар. Соның өзі үйде отырып жамағатпен оқуы макрух дейді бізде. Ер адамдардың өзі неге? Жамағатпен оқи алатын болса неге жұмаға бармайды? Жұмаға бара алмаймыз деп үзір етіп отырып, басқа жерде отырып, жамағатпен оқу макрух дейді. Ер адамдардың өзіне. Өйткені шамасы келген болса, жамағатқа қатысқан дұрыс. Ал енді әйелдер да жаңағындай пайғамбарымыз жеке оқуға қызықтырған болса, сондықтан бізде не деп жатыр? Жамағат болып оқыған макрух, бірақ оқитын болса, жаңағы бір қонақта бір жерде жиналып қалып оқимыз деген болса, имамы ортасында тұра береді деді. وَمَنْ صَلَّ مَعَ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا. Екі адам оқитын болсақ, мысалы кешек белемізді, бір екі адам келіп намаз оқиын деп жатырмыз. Сонда имам тұрады, екінші адамды оң жағына тұрғызады. Бір табандай артқа қарай, былай артында емес, жанында.
тура былай біргедей емес, бір қатарда емес, имам екені білініп тұру керек, бір табан артта тұру керек. Түсінікті? Бұны Абу Зардың ба несінде келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқып тұрғанда артынан келіп ұйығанда сол жағына тұрған ғой. Сонда пайғамбарымыз қолмен ұстап оң жағына тартып тұрғызған да бүйтіп, оң жаққа қарай итеріп. Содан оң жақтан тұру керек деген нәрсені осыдан алып жатыр да, екі адам оқитын болса. Ал енді үшінші адам келетін болса, имам алдыға шығып кетеді. Мынандай сойкын жанында тақалып тұрған болса, онда мына жанындағы адам артқа кетеді. Түсінікті? Әйтеуір араны ашып, екі қатар болу керек уже. Қасарып тұрып алуға болмайды. Бірде Тастақ мешітінде ме екен, Таугүлде ме екен, екі адам оқып тұр екен, былай. Жанына барып енді түртіп жатыр мананы, имамды түртіп алдыға шықсын деп, артындағы адамды иығынан тартам. Тұрып алғанда қозғалмайды бүйтіп. Қаттырақ тартсам тартынып бүйтіп. Басында қалай оққан, бұлай екі адам тұрса бұлай оқу керек деп үйреніп алғанда, бірақ үшінші адам келіп қалсашы деген неге сабаққа келмей қалса керек, осыған қатып қалғанда қозғалмайды. Сондықтан бұны бәріміз білу керекпіз. Сөйтіп екі адам оқып тұрған болсақ, арттан үшінші адамға белгі береді, сол кезінде артқа кетіп қалу керекпіз, или имам алды. Әйтеуір араны ашу керек, қалай жағдай ыңғайлы, араны ашып, екі қатар болып тұрып оқылады. Түсінікті? Сіз екі адам болып тұрсаңыз да, сізге біреу белгі берсе, сол кезінде де, немесе кейбір адамдар білмейді, осы екі адам болып тұрса, жанына келіп тұра салады. Жанына келіп тұра салады. Сол кезінде сіз артта тұрсыз ғой. Артқа қарай кетіп қалсыз, ол адам да сіздің артыңызға барады, жаныңызға. Түсінікті ме? Білетін адам істесе, артқа қарай кетсе, ол ана жерде қалып қоймайды ғой жалғыз өзі, сенің жанына келеді да. Парқы жоқ. Аяқ көтерілмеу не істемейді? Жоқ, парқы жоқ. Бұзылмайды. Бұл, ау? Үш қадамға шейін жүруге болады ма? Үш қадамға шейін деп айтылады, негізі ол жағдайға байланысты. Мысалы, шаян, жаңағы бір жылан деген секілді нәрсе келіп жатса, барып, жаңағы сабақпенен әкеп, ұрып, өлтіріп, апарып, лақтырып жіберіп, қайтып келіп тұра бересіз. Намазың бұзылмайды. Үш-ақ қадам жасап, жыланға жете алмай тұрмын деген болмайды да. Жағдайға қарай, мысалы, намаз оқып тұрсыз, кішкентай бала балконнан құлайын деп тұр. Не істейсіз? Жүгіріп барасыз, баланы әкеп, есік жауып, қай жерге келдіңіз, сол жерден бастап жалғастырып кете бересіз. Өзір жағдайға қарай да. Түсінікті? Сондықтан мынау алдында қатар болса, біреу дәреті бұзылып шығып кеткен болса, алдыға шығып тұра береміз. Бірақ былай айтқанда қолдан келгенше минимальный движение жасау керек те, минимальный. Түсінікті? Мына екі қатар айналатын жерге айналып былай келген болмайды. Бір ракағат бастап қойып намазды, соны толық бітіріп болып шыға ма, имам келіп қалса, или бір фатихадан кейін сөздерін оқып болғаннан кейін барып рукіге бара берсе болады. Келген адамға шыға. Например, бастап қойдық намаз Аллаға. Фатиханы оқыдық, артынан бір сүре оқыдық, или артынан бір бала келіп қалды. Олар жылжыған жоқ. Енді иман шығардың возможность болды да алдыға шығып барып рукіге бара берсе болады. Жоқ, қай кезде қалай ыңғайына қарай. Рүкөктен тұрғаннан кейін бара ма, рүкөкке бармай тұрып бара ма, адам келіп қосылды ма, болды, белгі берді ма, жылжып тұра береді. Жанына келіп тұрып алса, шыға береміз да, тағы жанына түртпей келіп тұрып алады ғой, екінші адам. Соны айтып отырмын ғой. Үшінші адам келіп тұрып қалса, мынау артындағы екінші болып тұрған адам артқа жылжысын, сол кезінде мынау белгілі да, бұл да артқа жылжиды. Болмас, ау? Жылжымаса, имам тұрған адам не істейді? Немесе имам алдыға жылжиды. Яғни, мана айттық қой, мысалы, имам мынандай жерге тіреліп тұрған болса, қайда жылжиды ол? Немесе мешіттің арт жағына отырып жатыр, оқып жатыр, адамдар тақалып тұр шкафқа. Артқа жылжитын жер жоқ. Имам жылжу керек те ол кезінде. Намаз оқытқан кішкене жылжып артқа жылжысаң болады ма? Ол намаз сенбейді ғой. Мысалы, намаз оқытқан адамнан сен белгі берсең жылжымайды ғой. Сол кезде мысалы кішкене пісіріп жылжытсаң, оны еш етілмейді ғой. Соны айтып отырмын ғой жаңа. Яғни сіз тартып жатсыз, қасарысып тұр, не істейсіз? Көтеріп алып қоймайсыз ғой. Сондықтан біз білу керекпіз деп отырмыз да, әркім өзі білу керек. Қасарысып тұрып алмай, жаңағыдай үшінші адам келгенде не? Артқа жылжи қою керек, немесе имам алдыға жылжып кету керек.
ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي. Ер адам әйел адамның артынан және балиғатқа толмаған сәбидің артынан ұйып болмайды. Әйел намаз оқып жатса үйде, мен де сол намазды оқи қояйын деп артынан келіп ұйып болмайды. Балиғатқа толмаған жас балаңыз мысалы. Өйткені оған не? Парыз емес намаз. Оған намаз парыз емес, оның оқыған нәпіл болып есептелінеді. А сен парызға деп үйісің, болмай қалады. Парыз нәпілдің артынан ұйылмайды бізде. Керісінше бола береді. Парыз оқып тұрған адамның артына нәпіл намазын оқиын деген адам қосылып кетсе, жамағаттың сауабы болсын, жамағаттың саны толсын деп, нәпіл оқитын адам парыз оқып тұрған артынан адамнан ұйыса бола береді. Былайша айтқанда ереже бар. Күшті әлсіздің артына тұрмайды, әлсіз күштінің артына тұрыла береді, құрала береді деген. Сондықтан парыз оқып тұрған артынан нәпіл оқып тұруға болады, ал нәпіл оқып тұрған артынан парыз оқып тұруға болмайды. Ал балиғатқа толмаған баланың ол парыз оқып жатырмын деп ниет қылса да, оған парыз жазылмайды. Өйткені оған парыз емес пе? Бірақ нәпіл деп сауап жазыла береді. Қажылығы да солай. Балиғатқа толмаған кішкентай балаңызды қажылыққа апарып келсеңіз, ол қажы болды деп есептелмейді. Нәпіл қажы. Яғни парыз қажы мойнынан түспейді оны. Балиғатқа толғаннан кейін бәрі бару керек болады. Балиғатқа толғаннан кейін парыз болады. Нәпіл үйі беруге болады дейсіз ғой. Қалай мысалы ол басқа намаздың ниетімен тұра беруге бола ма? Иә, сүннеті, нәпіл деп ниет қылып тұра бересіз парыздың артына. Бола береді. Мешітте мысалы асыр намазы уақыты болды, асырдың уақыты болды. Бір кісі бес намаздың қазасын оқып жатыр. Сағат білмедім, артынан кейін. Болмайды. Екі парыз да болмайды. Екі бөлек намаз болмайды бір-бірінің артында. Бір намаз болу керек имамға ұю үшін. Анау асыр оқиын деп отыр, сен парыз бесін оқиын деп отсың, болмайды. Келеді ол, өтеміз. Түсінікті, яғни тарауықта бірақ не? Қари жас балиғатқа толмаған қари балаларды өткізе береді тарауыққа. Неге? Өйткені парыз уәжіп емес те, нәпілге жатады сүннет. Түсінікті, ол өзінде бола береді. Сондықтан байқасаңыздар, балиғатқа толмаған қари балаларды бірінші парызын имам өзі оқып береді, кейін үтіру уәжіпті имам өзі оқиды. Тек қана тарауықты ғана қари балаға оқытады. Үтіру уәжіпке де өйткені имам міндетті түрде ересек адам болу керек. وَيَصِفُ الرِّجَالَ ثُمَّ الصِّبْيَانَ ثُمَّ النِّسَاءَ. Сапты имам сапты тұрғызған кезінде бірінші еркектерді тұрғызады, кейін ер балаларды тұрғызады, балиғатқа толмаған. Яғни балиғатқа толмаған жас кішкентай балаларды мешітке әкеп жүрсек үйрене береді, көз үйренеді, ет үйрене береді. Кішкентайынан мешітті көріп өскен бала ол уже басқа нәрсе емес, мешіттің несін сіңіріп өседі да етімен сүйегіне. Соны балиғатқа толмаған балаларды сосын ол балаларды қоямыз. Сосын барып әйелдер дейді. Кейін барып әйелдер. Ал енді кейбір кітаптарда келеді, хунасаларды, оларды да ұл балалардан кейін қоямыз дейді. Хунаса дегеніміз екі жынысты адамдар. Екі жынысты адамдар. Хунаса дейді, яғни ерлікті, әйелдікті мүшелері болатын екі жынысты адамдар болады. Оны хунаса дейді. Не дейді? Гемафродит дейді ме? Сондайлар, оларды әйел жынысы болғандықтан ұл балалардан кейін тұрғызады оны. Ондай. Бірақ әйел адамдардың алдына тұрғызады. Түсінікті? Ондайлар бар өмірде. Иә, сондай. Қазір мынау телевизорда көрсетеді ғой, қыз болып өсіп келе жатады, ұл болып кетті, ұл болып жүреді, жаңа қыз мүшелерін кестіріп тастап, ұл қыз айналды деп. Сол екі жынысты не да, оны гормондары не, былайша айтқанда ана жақтан да, мына жақтан да бар да. Ол егер сол мәйітті, сондай жынысты мәйітті әйел жұмдыра ма, еркек жұмдыра ма? Ha, bilmedim onu. Fi
фихта айтылғанмен өмірде кездеспепті екен. فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته. Енді дейді, бір әйел бір еркектің намазына ниет қылып, дәп жанына келіп еркектер ұқсап тұрса дейді. Мысалы, бір әйел көрді, енді білмейді намаз оқуды, енді үйреніп жүр. Мешітте көрді, екі адам намаз оққанда бір-бірінің жанында тұрып оқитынын көрді да, кейін мешітке келді, имам жалғыз имам тұр екен, әйел адамдар да солай оқиды екен деп ойлады да, еркектің жанына келіп, сол намазға келіп кіріп кетсе дейді, еркектің намазы бұзылады дейді. Еркекке ұйыған болса болды ғой, оныкі да бұзылады. Сол бір намазға кірген болса дейді. Үйде жолдасымызбен бірге оқысақ, бұзыла ма біздің намаз? Бір қатарда тұруға болмайды. Жоқ, онда бола береді. Артыңызда тұра береді. Онда артында. Немесе бұлай жаныңызда болады, егер ортада перде бір нәрсе бөліп тұрған болса. Бір табан арқада тұрса. Ол болмайды. Bir табан деген жағын еркектің намазы болып кетіп жатыр. Ол болмайды. Еркектің намазы бұзылады дейді. Артта тұру керек кәдімгі. Екінші қатар. Оның басы сіздің аяғыңыздың артында болу керек. Бірге бір болса дейді. Былай, артта болу керек. Түсінікті ма? Яғни мешітте жаңа айтып жатырмыз ғой. Бірінші еркектер, сосын ұл балалар, сосын әйелдер деді. Кейінгі қатарға. Әйелдердің басы еркектердің аяғының несінің артында болу керек. Толық екі қатар шығу керек. Түсінікті? Ал мынау жанына кеп қалды ма, ол жаңағы еркектер сияқты, оның еркектің намазы бұзылады деп жатыр, жанына кеп қалса. Басында келісіп едік, сұрақтарды соңынан қалдырамыз деп. Жазып отырыңыздар. ويكره للنساء حضور الجماعات ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء. Әйел адамдарға жамағатқа шығу мәкрух. Әйел адамдардың жамағатқа мешітке келуі мәкрух. Болмайды. Жаңа айттық себебін. Өйткені кезінде, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде де сондай жағдай болған. Таң намазына шыққан бір әйелді тасқаран қойып тұрғанда бір еркек зорлап кеткен. Сондай жағдай болды. Хадистер келеді. Сондықтан пайғамбарымыз әйел адамдарға не деді? Үйінде оқыған абзал деді. Өйткені жаңағындай фитналар болуы мүмкін. Ал енді мына жерде айтады, үлкен кісі, үлкен апалар таң намазына, ақшамға, құптанға шықса, онда оқас жоқ дейді. Түсінікті, ол күндізгі намазды айтып отқан жоқ, күндіз жарайды. Тіпті түнгі тасқаран болып тұратын намаздардың өзіне үлкен апалар келсе оқас жоқ деп жатыр. Өйткені ол жаңағындай бір нәрсе, фитна тудыратын нәрсе емес та. Бірақ бұзық ақсақалдар болса не? Болмайды да ол. Қырындап қалмай, бір ақсақалдар қалмай жүретін болса, онда да апалардың өзінде де болмайды дейміз онда. ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول. Сол секілді үзір адамы бар ғой, үнемі кіші дәрет тоқтамай тұрған, ауаз шығып тұрған, соның артынан үзірі жоқ адам тұруға болмайды дейді. Толық дәретіңіз бар, сізде үзір жоқ. Сондықтан үзірі бар адам үнемі имамдыққа шық десе үзірім бар дейді. Үзірім бар десе болды, оған жалынбайды ешкім, басқа адам шыға береді. Өйткені оның дәреті кемшілікпен болып жатыр да. Ақиқатында оның дәреті бұзылып тұр, үнемі бұзылып жатыр, кіші дәрет тоқтамайды. Бірақ Аллах Тағала уақытша дәрет алатын қып үзір. Ана адамның жағдайына қарап не қып қойды? Үзір. Бір намаз уақытысына бір рет дәрет алатын қып үзір беріп қойды. Оның дәретінде кемшілік бар былайша айтқанда, денсаулығына байланысты. Сондықтан имамдыққа таза адам шығу керек. Үзірі бар адам шығып болмайды. Сол секілді мұстахадасы жаған үзірі бар әйелдердің имамдыққа шығуы, таза әйелдердің, үзірі жоқ әйелдердің алдына шығуы мәкрух болмайды деп отыр. Сол секілді
Құранды жақсы оқитын адам умми, Құранды мүлдем оқу білмейтін адамның алдын Құранды мүлдем оқи білмейтін адам ненің алдына шықпайды дейді, Құран оқи алатын адамның алдына. Бұл жерде умми дегені қате оқу емес, Құран білмейді. Умми деген негізінде жазу оқу білмейтін адамда, пайғамбарымыз да умми болды, бірақ оқи беретін еді. Есту арқылы енді Аллах Тағала соны әдейі умми қылып қойған, өйткені бұрынғы кітаптардан жазып алды, көшіріп алды деген нәрсе болмасын. Аллах Тағала не оқу білмейтін қып, не жазу білмейтін қып пайғамбарын, бірақ есту арқылы айта беретін еді, оқи беретін еді. Сондықтан бұл жерде умми дегені Құранды оқи алмайтын адам, Құран оқи алатын адамның алдына имамдыққа шықпайды. Яғни Құран оқи алатын адам оқи алмайтын адамның алдына шығу керек. Уәләл муктаси халфал уриян. Ана әурет мәселесінде келді ма? Тыржалаңаш киім жоқ кезінде қалай оқитын? Отырып оқимыз дедік. Енді осындай киімі жоқ адамның артына, тыржалаңаш адамның артына киімі бар адам кеп үйімайды дейді. Түсінікті? Өйткені әурет шарт орындалмай отыр ғой, әурет жау. Оған тек қана не? Отырып немесе тұрып оқи беруге болады деді, бірақ отырып оққан абзалырақ деді. Ол соған намаз оқуға рұқсат етті Аллах Тағала, бірақ оның артынан киімі бар адам, шарты толық орындалып тұрған адам оның артынан үйіп болмайды деп жатыр. Тескерісі болады. Киімі бар адам имамдыққа шығып, киімі жоқ адам артынан тұрса бола береді. Яғни имамдыққа шығу үшін адам толық болу керек та. Бүкіл шарттары барлық орындалу керек. Ал енді бірнеше адам барлығында да киім жоқ қой, өзінде уже жаңағы жақсырақ шариғатты білетін деген сияқты шығады да ол кезінде. وَيَجُوزُ أَنْ يَأُمَّ الْمُتَيَمِّمْ الْمُتَوَضِّئِينَ. Ал енді таяммум соққан адам ол шыға береді пара-пар. Топырақпен таяммум соққан адам мен сумен дәрет алған адам дәрежесі тең дейді. Мынау да шыға береді, онда тұрған парқы жоқ. وَالْمَاسِغْ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْغَاسِلِينَ. Мәсіге мәсіх тартып жүргенде имамдыққа шыға береді аяғын жуған адамның алдына. Өйткені бұлардың үкімдері тең да, дәрежелері тең. Түсінікті? Ана орнын басады, о таяммум дәрет алудың орнын басады, мына мәсіх жуудың орнын басады. Бірақ үкімде бірдей екеуі. Сондықтан таяммум соққан адам сумен дәрет алған адамның алдына шыға бере алады имамдыққа. Сол сияқты мәсіге мәсіх тартқан адам аяғын жуған адамның алдына шыға береді. Сен мәсіге мәсіх тартқасын, ал мен жуғанмын, мен шығуым керекпін деп тартысып жатпайды. وَيَصَلِّ الْقَائِمْ خَلْفَ الْقَائِدِ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ. Тұрып оқи алатын адам, отырып оқитын адамның артынан ұйыса болады. Бірақ шарты ол отырып оққан адам рүкуққа, сәждеге бара алатын адам болу керек. Мысалы, арабтарда, бізде Құдайға шүкір ғой, ешкім орындықты қолданбаймыз. Арабтарда мешіттің арт жағында, мешіттің ортасынан бастап 3 қатар, 4 қатар орындық былай до конца тізіліп тұрады. 45-50-ден кейін бәрін аяқтары ісіп кеткен, отырып оқиды бәрі. Өйткені бізде жағаны суық аяқтан өтеді деп аяғымыз жылсақ, олар дубленканы киіп аяды, аяққа жалаң аяқпен сланцымен жүр. Ана аяқтан суық өтеді деген не жоқ та, менталитеттері басқа. 45-50-ге келгенде әйелімнен сұраймын ғой, әйелдер жақта солай дейді, 3-4 қатар орындық тола. Апалар не, ағалар не, бәрі көп. Сонда орындыққа отырады, ол просто көп тұра алмайды да олар. Орындыққа отырады, рүкуққа баратын кезінде тұрады да, рүкуққа барады, сәждеге барады, тұрады да, қайтадан орындығына отырады. Ана ұзақ тұра алмайды да, жүре алатын адамдар негізі. Міне осындай адамнан артынан тұра алатын адам үйі берсе болады дейді. Біреу орындыққа отырып оқып отыр, рүкуққа, сәждеге баратын кезінде тұрып рүкуққа барады, сәждеге барады. Оның артынан тұрып оқитын адам оқи берсе болады. وَلَا يُصَلِّ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُؤْمِنِ. Ал енді ол адам сәжде қыла алмайды, рүкуқ қыла алмайды, бірақ ишарамен оқып отқан болса, ол кезінде рүкуққа бара алатын, сәждеге бара алатын, тұрып оқи алатын адам ишарамен оқып отқан артынан оқып болмайды дейді.
түсінікті? Отырған адамның артынан ұюға болады, егер ол тұрып жаңа сәждеге, рукуққа бара алса. А сәждеге, рукуққа бара алмай ишарат қылып отқан болса, ол кезінде тұрып оқи алатын адам оның артынан ұйымайды дейді. Түсінікті? Уәлә юсаллил муфтариду халфал мутанаффил. Мұны жаңағы мәселені айтып жатыр. Парыз оққан адам, нәпіл оққан адамның артынан ұйымайды. Сіз парыз оқиын деп жатсыз. Біреу нәпіл оқып тұр. Мысалы, бесінен кейін мешітке келсек, бәрі сүннет оқып тұрады. Парыз оқып тұр екен деп артына үй қалсаңыз, болмайды. Сіз парыз оқиын деп жатсыз. Ол нәпіл оқып жатыр. Сондықтан бізде анау намаз оқып жатқан адам жанына барып тұрамыз. Белгі беріп тұрамыз да, ұйғымыз келгенін білдіріп. Сол кезінде парыз оқып жатқан адам болса, сіздер өздеріңіз парыз оқып жатқан болсаңыздар, дыбыс беріп білдіру керексіздер. Аллаху акбар, сами Аллаху лиман хамидах деген сияқты. Парыз оқып жатқанын білдіртсеңіз, үйіп кіреді. Үндемей сүннет оқып жатсыз, үндемейсіз, дыбыс шығармайсыз, оқи бересіз. Жаныңызға келіп тұрады, бұл сүннет оқып жатыр екен ғой деп, барып өзі бөлек қамат түсіріп бастап оқиды. Түсінікті ма? Сондықтан біз парыз оқып тұрған болсақ, бір адам келіп жанымызға келіп ұйқысы келсе, дыбыс беріп білдірту керекпіз. Парыз оқып жатқанымызды білдірту керекпіз, чтобы ол адам ұйуға. Ал дыбыс бермей сүннет оқып жатсақ, дыбыс бермей оқи береміз. Сол секілді біз өзіміз кіріп келсек те, біреу намаз оқып жатқан болса, анықтап болу керек, ол сүннет оқып жатыр ма, парыз оқып жатыр ма. Сондықтан жаңағы жанына барып тұрып, анау бір жігіт айтады дейді ғой. Қалай деді? Парыз оқып жатсам, былай деп айт. Сүннет оқып жатсам, былай деп белгі бер десе, намазда тұр, белгі беріп тұр дейді жаңағы. Жоқ, ол болмайды. Түсінікті? Жанына барып тұрамыз, парыз оқып жатқан білсек, дыбыс шығарып жатса, адам келгеннен кейін тәкбірлерді дыбыс шығарады бастап. Сол кезінде үйіміз дыбыс шығармаса, демек нәпіл оқып жатыр деп ұйымаймыз. Уәлә мән юсалли фардан халфа мән юсалли фардан ахар. Жаңағы нәрсені айтады, бір парызды оқитын адам басқа парызын оқып жатқан адамнан артынан ұйып болмайды. Сіз бесіннің қазасын оқиын деп жатсыз, асырдың уақытысында келіп. Асырдың уақытысында мешітке кірдіңіз, бесіннің бірінші сіз қазасын өтеу керексіз, сосын барып асырды оқисыз. Бір адам асыр оқып жатыр, оның артынан сіз ұюға болмайды. Сіз бесіннің қазасын өтеуге, ал ол асырды оқуға не істеп жатқан болса, оған келмейді. Екі бөлек намаз болғандықтан ұйып болмайды. Түсінікті? Қаза нәпіл есебінде келеді бе? Дауыс шығармай. Қалай түсінбедім? Мысалы, такбир айтсам, асыр болған болмайды. Ау? Аллаху акбар деп неге барып жатсам? Түсінбедім сізді. Жоқ, енді қазасын өтеп жатсыз. Бір адам келді. Дыбыс бермейсіз, сүннет оқып жатқан секілді. Қазаның парызын дауыс шығармайды. Дауыс шығармайсыз. Сіз дауыс шығарсаңыз, сіз асырдың уақытында келіп тұрсыз, асыр оқып жатыр деп ойлап, сізге асырға үйіп кетпей ме? Үндемей оқып аласыз. Қаза намазда нәпіл болып кетеді ме деп отырсаңыз? Жоқ, үндемегенге нәпіл болып кетпейді ол. Просто дауыс шығару ол белгі беру. Белгі бермейсіз неге? Ол асырды оқып келген адам, мысалы асырдан кейін кешігіп келдік. Адамдар кейін келе береді ғой. Сөйтіп сіз оқып жатқанын көріп жаныңызға барып, сіз дауыс беріп тұрған болсаңыз, оның ойынан дедік біледі, сіз асыр оқып жатыр деп ой келеді. Өйткені асырдың уақытысында тұрсыз. Қайдан біледі сіз бесінді қаза қылып жүргеніңізді? Сондықтан ол кезінде дыбыс бермейсіз, яғни білдіртпейсіз. Өзі айтсын, бесін қазасын оқым десе сөйледі. Оны ескертесіз, егер жанында тұрған адамдар болса, мен бесін қазасын өтеп алайын, сосын асырды оқимын десеңіз, ол басқа. Оқып болған ескертсе, оны қайта оқисың аласың. Басқа намаз болып қалды ма, болмайды, қайта оқиды. Біреуге болмай үйіп кетті, қарамай. Кейбір арабтар болады, тыңдамайды. Дауыс шығарып жатсың ба, шығарып жатқан. Шафии мазхабында бола береді да. Шафии мазхабы бойынша сіз сүннет оқып тұрсаңыз, ол парыз оқып, мазхабы бойынша бола береді оларда. Сондықтан біз сүннет оқып жатқанымызды білдірмей, өз мазхаб бойынша үндемей оқи береміз ғой. Ол да қалыспай оқып алады, сен тұрсаң тұрады әйтеуір. Тұрсаң тұрады, сосын ренжиді тұрып алып, неге дауыс бермейсің деп. Мен сүннет оқып жатырмын, сен болсашы дейді, мен парыз оқып жатырмын дейді. Әркім өз ниетіне сай бола береді ғой, неге дауыс шығармадың деп ренжиді. Олардың мазхабына сай бола береді, имам Шафидің пікірі бойынша. Бізде жоқ, күшті әлсіздің артына құрылмайды деген ережеге сүйеніп, сондықтан парыз оқып жатқан адам
нәпіл оқып жатқан адамның артынан үйіп болмайды, сол секілді басқа парыздың артынан үйіп болмайды. А нәпіл оқып жатқан адам парыздың артынан бола береді. Мысалы, мынандай жағдай болады кейбір кезінде. Анау мешіттерде бізде барлығы 1,5 ба 1,5. Бүкіл мешітте бірдей оқылады, құтпалар сол көп болса бір 5 минут болады, жаттанды қысқа құтпалар. Арабтарда ол құтпа деген сол уағыз деген сөз да ол. Кәдімгі құтпаға шығып имам қысқа құтпа айтып сосын парыз оқимыз ғой, оларда сол уағыз мінбарға шығады да жарты сағат, 40 минут, біреулер 1 сағатқа дейін жібереді уағызды. Әрбір мешітте әртүрлі оқылып жатады. Мына мешіттен намаз оқып шығып жатсаңыз, мына жақта әлі кейбір мешіттерде жаңағы уағыз жіберіп жатады әлі. Сонда бір рет болды, бір мешітке бара жатырмыз. Орта жолдан автобустан түсіп, орта жолда бір мешітте уже оқып жатыр екен. Уақыт сондай тығыз болып қалған екен ғой деп асығып кіріп кеттік парызға. Парызды оқып алдық жұманы. Енді ана өзіміздің жаңа барамыз деген мешітке барсақ, оларда енді уағыз айтып бітіп жатыр да, енді оқиын деп жатыр. Енді адам жұма оқып жатқанда жүрмейсің ғой есік алдында, оқып алғанбыз деп. Ерсі көрінеді да, сіз бәрі жұмаға асығып жатсыз, есік алдында жүрсеңіз, уақыт өткізіп. Кіріп, оқи бересіз да. Сізге нәпіл болып жазылады. Сіздің мойныңыздан өткен түсіп қойған да ол. Сіз алдында ғана оқып, парызды оқуменен ол мойнынан түсіп қалған, оны қайтадан кеп парызға, жұмаға деп ниет қылсаңыз да, ол сізге нәпіл болып жазылады. Парыз өткен түсіп қойған мойнынан. Яғни, нәпіл ретінде бола береді қайтадан тұрып оқуға. Сіз нәпілді парыздың артынан үйған болып, тұрған болып есептелінеді да. Азан нешеде? Жаңағын айтып жатыр, нәпіл оққан адам, парыз оққан адамның артынан оқи береді. وَمَنْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ. Енді мынандай мәселе. Намазда тұрмыз, кейіннен белгілі болды, имам дәретсіз екен. Не істейміз? Қайтып оқимыз дейді. Имам дәретсіз болып, бұзылды ма намаз? Имамның намазы бұзылды ма? Сіздің де намаз бұзылды. Үйған адамның намаз да бұзылды. Дәретіңіз бұзылмайды. Сол дәретпен қайтадан, сол жерден қайтадан не? Парызды оқи берсеңіз болады. Түсінікті, имам барып дәретін алады. Басынан жоқ болса дәрет. Басынан жоқ болды ма, кейіннен қанақ бұзылып кетіп, кейіннен айтты ма? Енді жоқ, мынандай мәселеде намазды біткеннен кейін білді, қанақ біткен екен, дәреті бұзылған екен, кейін білді. Жарайды, орында дәл сол жерде бұзылған білсе, имам болды шығып кетеді, орнына басқа адам шығарып кетеді. Бұл жердегі айтып отқан имам мүлдем дәретсіз екен белгілі болып жатыр. Намаз оқып болғаннан кейін. Қабылбек бауырымыз айтады да, арабтардың мешітінде дәретхана, осы мешіттің ішінен кіре бересің де дәрет алуға. Сон дәрет алып отқан кезінде бір араб жігіт дәрет алып жанынан, шалапыла дәрет алып, жаңағы олар аяқтарына, бастарын бүйтіп кранның астына суға салады да жартылай. Тобықтар жақ жуылмайды. Жартылай бүйтіп судың астына салып алады да кете береді. Парыз, пайғамбарымыз айтты ғой, тобықпен қосып жуылу керек. Уайлелел ақып деп 15 шақты риуаят бар. Өкініш болсын, тобыққа тозақтың оты болсын, аспиғыл уду, жаңағы артығымен жуындар деп айтқан бірнеше риуаяттар бар. Тобығын жумай, аяғын жартылай жуған арабты көріп, пайғамбарымыз қайта-қайта ескертіп айтқан. Сол әлгінге дейін бар да оларда. Әлгінге дейін бар. Жаңағы кейбір мешіттерде көріп қаласың, айтсын, дейді да күліп кете салады жаңағы. Жартылай бейді судың астына салады да, тобыққа дейін жумайды кете береді. Енді сөйтіп дәрет алып отқанда көрдім ғой дейді. Енді дәретті толығымен алып мешітке келіп келсем, сол имам болып тұр дейді да жаңағы. 5-6 жігіт жиналып, сол жаңағы жартылай аяғын жартылай жуған жігіт имам болып тұр. Түсінікті ме? Сондай жағдайлар болып болады. Сіз анық білесіз. 4 мазхабтың 4-еуінде де жоқ. Құранда Аллах Тағала айтып жатыр. Ва арджулакум илал каъбайн деп. Тоқпен жуу керектігін Құранда айтып жатыр Аллах Тағала.
ешқандай мазхабта иштихад жоқ, жартылай жуу керек деген. Қаншама хадисте толықпен бірге жуу керек деп отыр. Сондықтан ол не? Ол сөзсіз ол намаз емес. Сондықтан білсек, ондайды ескертеміз. Мынау жана не? Жамағатқа қайтып оқыңдар, мынау жана мен көргем, тобығын жуған жоқ. Бас жаған. Бөлек оқисың. Ол барып үй санда сен оны қайтып оқу керексің ғой, болмайды ол. Имам дәретсіз ба, белгілі ба? Ескертіп айту міндет. Өйткені ана адамдар білмейді ғой, дәретті деп ойлап кетеді солай. Сондықтан кейбір имамдар білмей қалуы да мүмкін, мысалы, мұрнынан бір жерінен қан аққанын ұмытып кетуі мүмкін, жанында жүрсін, жаңа мұрнынан қан ақты, дәреті бұзылғанын білесің, ұмытып кетті, келді де әдетке сай мешітке кірді де имам болып кетті, мысалы. Ұмытып кетуі де мүмкін. Сол кезінде не? Ескертіп айту керек. Кейін намаз біткеннен кейін еске түскен болса, ол қайтып оқу керек. Білген болсақ егер. Білмесек не істейміз? Кеттік солай, кете береміз. Қалады солай. ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده ولا يقلب الحصى ألا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة ولا يفارق أصابعه ولا يتخسر ولا يسل ثوبه. Намаз оқып тұрған адам киіммен шұғылданып тұруға болмайды. Пайғамбарымыз қайтарды. Бір адам қайта-қайта киімін, сақалын шұғыланып тұрған, қайта-қайта қимылдап тұрған адамға айтты, «Кәәннәкә лә тусалли» деді. Сен намазды оқымағандай болдың деді. Қайтып оқы деп. Сондықтан, яғни артық қимыл жасауға болмайтындығын пайғамбарымыз қайтарды. Енді қаншалықты қимылдаған кезінде намаз бұзылады дейтін болса, бұл жерде бір конкретный сан айтылмады. 2 рет, 3 рет деп хадис келмегендіктен ғалымдар иштихад қылады. Бір ғалымдар айтады, бір істейтін нәрсені бір рүкінде, мысалы қиям бір рүкін ба тұру, осы тұрған жерінде 2 рет қимылдасан, намаз бұзылады дейді. Бір рүкіннің ішінде. Бір жерде емес, әйтеуір 2 рет қимылдаса. Түсінікті? Өйттін 2 рет қимылдадың дейді. Немесе 2 қолмен 1 рет қимылдадың дейді. 2 қолмен бір рүкінде дейді. Бұл енді ең ауыр не да бұл? Болады ғой, қышып кететін кез болады. Соны бір рүкінде 1-ақ рет қимылдау. Одан артық қимылдаса бұзылады деді. Бұл бір ғалымдардың сондай айтқан несі. Енді біз шейхтан сұраған кезінде, осы Ханафи мазхабынан, осы кітаптан берген шейхіміз айтады, негізі жақсырақ пікір дейді ғалымдардың арасында. Иштихад қой енді. Ғалымдардың арасында жақсы пікір, бір ғалымның пікірін айтты, ұмытып қалдым. Ана сыртынан қараған кезінде намаз оқып тұрған жоқ-ау деген ой келетін болса, ол намаз емес дейді. Сыртынан қараған кезінде қайта-қайта бүйтіп, есінеп, керіліп тұрған адамды көрсең, сыртынан қараған кезінде ол намаз оқып тұрған адамға ұқсамай тұр да, өте көп қимылдап тұрма, басқаша позада тұрма. Яғни намаз оқып тұрған адамға ұқсамаса дейді, сыртынан қарағанда, әдеттегідей, демек ол намаз бұзылды деп есептелінеді дейді. Түсінікті? Бұл енді жаңағындай көп қимылдау, немесе басқаша тұрыста тұру деген секілді. Қайта-қайта керіліп, қайта-қайта бүйтіп массаж жасап, жаңағы не істеп тұрған болса, ол намазда емес, бір физиология жасап отқандай секілді болып тұрған болса, ол намазда емес деп есептелінеді дейді. Енді дейді, яғни киімімен, денесімен шұғылануға болмайды деді. Сол секілді дейді, тіпті Ханафи мазхабында енді намаздың ішінде артық қимылдауға қатты қаралады да, тіпті сәждеге барған кезінде, ана қиыршық тастар, шыны кесіп кететін. Мүмкін емес, сәжде жасауға мүмкін болмай тұрса, бір-ақ рет қимылдауға дейді, рұқсат дейді. Яғни мен жерде бір тастар жатыр, ары қарай басыңызды қойып сәжде қылуға мүмкін ба? Оған да рұқсат жоқ қимылдауға. Яғни шамал болса да бір сәжде қылатын бос жер бар ма, таза жер? Қимылдауға рұқсат жоқ деп жатыр да. Түсінікті ма?
яғни сәжде қылуға әйтеуір әр жағына или бер жағына или былай шамалы анау қиыршық тас немесе қиыршық шыны маңдайды кесіп кетеді ау, кіріп кетеді ау деген бір шеге шығып жатса, соны әр жағына бер жағына ма сәжде қылатын мүмкіншілік болса, оның өзінде артық қимыл жасамаймыз деп жатыр да. Ал егер сәжде жасауға мүлдем мүмкін емес, сол кезінде марратан уахидатан дейді, бір-ақ рет қана рұқсат дейді. Үзір жағдайда оның өзінде бір-ақ рет қана дейді. Қайта-қайта сипалап, жаңағы жай намазды көтеріп, астын тазартып, бүйтіп ол болмайды. Түсінікті? Сондықтан намазға кірместен тұрып, далада жамағатпен жұма оқитын кезінде намазға кірместен тұрып, жақсылап тазартып алып, намазға кіріскен дұрыс та. Киімдерді ұзын, күртелер киіп, біреулер қысқа футбол киіп келеді, арқасы қайта-қайта ашылады, қайта-қайта бүйтіп тартып, қайта-қайта отырған сайын, тұрған сайын тарта береді. Ол біледі ғой намазға келе жатқан. Білет намаз оққанда арты ашылатын. Сондықтан намазға кірмей тұрып бізде не қамданып келу керек, дайындалып келу керек. Намазды не жеңіл санап болмайды. Сол секілді намаздың ішінде болмайды не сытырлатып тұру, аяқты, жақтарды. Яғни сүйекті сытырлатуға болмайды намазда, макрух. Бүйірін таянып тұруға болмайды дейді. Енді үзір болмаса да, почкаңыз ауыр, беліңіз ауыр, шойылып қалып тұра алмай тұрсыз, амал жоқ, ұстап тұрған болсаңыз, ол үзір енді. Ал ешқандай себепсіз бүйтіп тұрсаң болмайды. Сол секілді жеңі киілетін киімдерді жеңі кимей салбыратып қою, басына іліп, немесе иығына іліп салбыратып қою макрух. Киюге келетін киімді киіп алу керек та. Сыртынан салбыратып қойып болмайды дейді. Намазда қалай? Бұл намаздың іші. Жақсы сұрақтарға не істейік онда? Болады ғой онда. Жауып тұрса болды ғой. Сен намаз оқып қалсаң, соның несі жарығы көрініп кетті. Намазың бұзыла ма, ананың намазы бұзыла ма? Ненен жарығы көрінді? Әуретін айтады. Жоқ, біреудің әуретін көргеннен намаз бұзылмайды. Біреу сіздің алдыңызда тыржалаңа шоқып тұрса, сіздің намазыңыз бұзылмайды. Бірақ адамның әуреті жабық болуы шарт дедік қой. Намаздың ішінде ашылып кетсе деген нәрсе. Сол кезінде айтады, бір рүкін ашық тұрмау керек дейді. Бір рүкін ашық тұрмау керек. Мысалы, сіз неге простыня оранып алып намаз оқып тұрсыз? Кіндікпен тізенің арасын жабу керек. Немесе әйел адам, мысалы, балтыры ма бір жер ашылып кетті намазда. Бір рүкін толығымен ашық тұрған болса, намаз бұзылады. Шарт орындалмай жатыр да, әурет ашылып қалды дейді. Түсінікті ме? Бір рүкін дегеніміз ол не бір қиям, немесе бір рүкүкте тұру, қысқа уақыттар ғой. Сондай уақыттар арасында ашылып кетіп қайтып жауып үлгерсеңіз, бұзылмайды дейді. Бір рүкін ашық тұрса бұзылады дейді да, әурет. Сұрақ қыламын. Жамағат кезде жүрекке қарап отыру керек. Көз. Кімнің жүрегіне? Өзіңіздікіне ма? Жоқ, бізде Ханафи мазхабында көзді мына сәжде қоятын жерге қараймыз. Ат-тахиятта да бола ма, қайда болсын, сәжде қылатын жерге қараймыз. Бұл намаздың әдебі, міндет емес, әдебі. Мысалы, Шафи мазхабында қарап тұра беруге болады. Сіз намаз оқып тұрасыз, бейт көзбен шарп салып, бейт тұрады да сіздің. Ой бұзылады да одан. Қарап тұрасыз бейт. Намаз оқылып жатыр. Сондықтан Ханафи мазхабында көз сақтау үшін ана сәждеге баратын жерге. Рүкүкқа барған кезінде сол аяқтың маңайына қарап тұрамыз, аяқтың тұсына. Ана басты бүйтіп жатпаймыз. Өйткені Айша анамыздан хадис келді, баспенен арқа бір сызықта тұрады деді. Түсініп па? Анау
еңкейіп рукукқа барғанда анау сәждеге қарайтын жер десек бүйтіп бас қисаймау керек. Сондықтан қалай жығылдыңыз, сол аяқтың ұшына қарап тұрасыз рукукқа барғанда, ал аттахиятта отырғанда, қиямда тұрған кезінде сәждеге баратын жерге қарайсыз. Мысалы намаз оқып жатқан кезде намаз оқып тұрады, сол кезде алдында өте беріп тоқтатсаң тоқтамайды. Кішкентай балалар жай оқасы жоқ қой, оны былай алдына отырып алған болса, алып былай жылжытып сыртқа қойып оқи беруге болады да. Намаз бұзылмайды одан. Бірақ жоқ, тоқтату керек қолмен былай. Тоқтатуға болады да? Иә, тоқтату керек қолмен былай. Анау басында 90 жылдардан кейін, мынау араб елінен кеп, біздерден әлі дін жоқ кезде еді ғой, түсін сауатсыз. Сөйтіп ең бірінші барған қазақтардан біраз нелер болған ғой, жаңағы қызық нәрселер. Сөйтіп бір қазақ бауырымыз мешітте өтіп бара жатса, бір индонез бүйтіп, ананы өткізбеймін деп қолын бүйтіп қалсаң, қолын ұстап алған дейді, ассалаумағалейкум деп жаңағы. Қолын жібермейді дейді, анау намазда тұр дейді, бүйтіп. Яғни тоқтату керек қолмен өтіп жатқанбыз. Сапар намазы менің ауылымыз жерден 3 шақырымдай жерде, одан алыстау. Мен осында оқимын, университетте жұмыс істеймін. Бірақ екі аптада, бір аптада ауылға барып тұрады. Ол қалай болады? Мына жақта тұрасыз ба? Семьянызбен? Семьянызбен тұрасыз ба? Сіздің негізгі үйіңіз ата-анаңыз үйі, иә? Сіз бер қарай шыққанда сапар оқисыз. Қалаға келгенде 15 күннен артық болсаңыз толық оқисыз. 15 күннен аз болсаңыз сапар оқисыз. Уақыт болды ғой деймін, қазір мына неге жауап беріп жүрейін. Қаза намазды қалай оқу керектігін. Бір ұстаз бізге бірінші кіріп тұрған намазды оқу керек, содан соң өткен намаздың қазасын оқисыз деп еді. Ол қандай ұстаз екенін білмеймін, бірақ біз кітапқа сүйенеміз. Абу Ханифалардың, Имам Мухаммад, яғни салаф солихтардың китап Турос дейді, пайғамбарымыздың бер жағында 100-150 жылдағы өмір сүрген ғалымдар. Сол ғалымдардың кітабына сүйенсек, ол ғалымдардың сөзінде не дейді? Қаза намаз бірінші оқылады. 5 намазға дейін қаза болған болса. Бір күндік намаз қаза болды, 6 намаз қосылып қаза болып кетсе, онда тәртіп түседі, тәртіп міндет емес. 5 намаз ғана қаза болған екен, 5 намазға дейін. Кейінгі қазір оқитын намаздың алдында тәртіппен, міндетті түрде тәртіппен оқылады. Міндетті түрде. Мысалы, таң намазына ұйықтап қалдық, 5 намазына келдік та, жамағатқа кіріп кеттік. Намазды 5-ді оқып тұрған кезінде, мен таң намазын қазасы бар еді ғой деп, намаздың ішінде еске түссе, 5 намазы бұзылады. Сондықтан артқа барып бірінші таң намазын қазасын өтейсіз, сосын қайтып келіп 5-ді оқисыз. 3 жағдайда тәртіп мойнынан түседі. 5 уақыт намаз, 5 намазға дейін болса да. Ол ұмытып кетуменен. Жаңағы жағдайда ұмытып кетіп, 5 біткеннен кейін еске түссе, болды, 5-дің алдында оқылмайды, 5 өтіп кетті, ұмытып кетумен. Енді ол таң намазын асырдың алдында оқу міндет болады. 5-нен секіріп кетті да, 5-ін ұмытып кетуменен. Асырдың алдында оқу керек болады. Екінші жағдай, жаңағы 5 намаздан көп қаза болса, 6 намаз қаза болған болса, болды, тәртіп түседі. Өлі-өлгенше өтесем болды. Өлі-өлгенше өтесем болды, тәртіп жоқ. Үшіншісі, қазіргі намаз қаза болып кетейін деп тұрса. Мысалы, күн батайын деп тұр. Сен 5-інің қазасын өтегенше, асырда қаза болып кетейін деп тұр. Сол кезінде, үшінші жағдайда тәртіп түседі. Бірінші асырда оқып аласыз. Яғни қазаны өтейім деп, қаза емес намазды қаза қылып алмау керек бізді. Сондықтан бірінші қазіргі намазды оқып аламыз, уақыты шығып тақалып бара жатса. Қазір асырда оқып аламыз, сосын барып, ақшамның алдында 5-ді оқу міндетті болады. Бәрібір міндетті болады, 5-ін ақшамның алдында оқу керек болады. Түсінікті, 5 уақыт намазға дейін. Жақсы, Аллахумма солли аля сейдина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Я Раббил аламин. Естіп білгендерім жүректерімізге қондырып, амал қылуымызды нәсіп етіп, Я Раббил аламин, намазға келе алмай жатқан ата-аналарымыз, бауырларымыз,
туған туысқандарымызды намазға құлшылыққа келуін нәсіп етіп, ұрпақтарымыздан, халқымыздан, жұртымыздан үлкен ғалымдар шығуын нәсіп етіп, солих зурияттарымыздан үлкен ғалымдар шығуын нәсіп етіп, я Раббил аламин. Қазақстанды, елімізді көркейтіп, егемендігімізді қияметке дейін жалғастырып, мешіттерімізді көбейіп, мұсылмандардың қатары көбейіп, намазхандардың қатары көбейіп, мешіттер жамағатқа толы болып, нәсіп етіп, жамағаттарымыздың арамызға ынтымақ, бірлік, ауызбіршілік беріп, бауырмашылдық беріп, қалған өмірімізді ықылас ниетпенен, тақуалықпенен амал қылуымыз нәсіп етіп, соңғы демімізді ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деп жан тапсыруымыз нәсіп етіп, қабір азабынан сақтап, ақыретте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге тіріліп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге, я Раббил аламин, бір өзінің рахматына бөленіп фирдаусал аъла көруімізді нәсіп еткесін. Алхамдулиллахи Раббил аламин, бирахматика я архамар рахимин.